Жақында жұмыла үлкен ұзын құбыр жасады. Енді мына шарикті топты біз сіздермен су деп ойлаймыз. Біздің яғни алдыда қойған мақсаттарымыз, қиындықтарымыз, жетістіктеріміз осы шарды біз жерге құлатпай, құбырды бұзбай, мәреге жеткізуіміз керекпіз. Тура асықшаны қолына жеткізу керекпіз. Ал кәнекей, дайынбыз ба? Бір, екі, үш. Сөз шықты. Темекі, кәнекей, алға қарайшы, бұрыларшы. Аршақтан қонақтарымыздан қарайшы. Темекі, яғни сол топқа бар не істейміз? Қараймызшы, үш столдың біреуінде темекінің несі тұр? Логотипі. Сол столдың үстіне барып отырамыз партаға. Келесі екінші топ әсемай. Алкоголь. Өте жақсы, алкогольдің қорытын несінің партасына барып отырамыз. Үшіншісі есірткі. Отыра ғой, есірткі балдыр. Үшінші топқа. Біздің сабағымыздың тақырыбы қандай деп ойлайсыздар? Біздің әйгілі ғұлама шығыс данышпаны Әбу Насыр әл-Фараби айтқан екен. Маған жақын жердеріңізді көрсетемін. Біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қандай деп ойлайсыздар? Немесе өмір. Дұрыс айтасыздар балалар. Алкоголь, темекі шегу, есірткі, немесе өмір. Яғни балалар қазіргі таңда өте сондай ауқымды жүріп жатқан тақырыптар. Енді біздің бүгінгі сабағымыздың мақсаты ол оқушыларды салауатты өмір салтына тәрбиелеу, оларды ішімдік, темекі, есірткі сияқты қоғамның кері әсер ететін құбылыстары жөнінде мәлімет бере отырып, олардан ойын алып отыру. Бауырына кері әсерін тигізеді, яғни бауыры не дейді? Медицина тілінде айтқан кезде цирроз печени деген бала естіп пе? Цирроз печени дегеніміз ол бауырдың еруі, үлкеуі. Оның барлығы осы алкогольдің кесірінен болады. Одан басқа алкогольді ішкен адам ерте қартаяды. Содан салауатты өмір салтын сақтап, зиянды іс-әрекеттерден аулақ болу керек. Қалай салауатты өмірді сақтаймыз айтшы? Мысалы ретінде салауатты өмір дегеніміз не ол?